Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Өте дәмді, тез, оңай рецепттермен бөлісетін боламын. Қазіргі таңда хит болып жатқан пирогтың бірі карамельный пирог жасайтын боламыз үй жағдайында. Сұйық майымызды ертіп аламыз, оған қантымызды қосып жақсылап араластыратын боламыз. Жасалу жолы өте оңай. Қантымызды жаңағы сұйық майымызға ертіп болғаннан кейін үстіне бір жұмыртқамызды жаратын боламыз. Бір жұмыртқамызды жарып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін ұнымызды қосамыз. Ұнымыздың үстіне қамыр қопсытқышымыз, яғни разрыхителімізді қосатын боламыз. Дәмін кіргізгілеріңізге ванилин қоссаңыздар да болады, қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Қосып болғаннан кейін барлығын жақсылап араластырып, қолымызбен басып тестамызды жасайтын боламыз. Қыздар, тестаға көрсетілген бойынша салыңыздар, одан көп салып қойып жүрмеңіздер, тесталарыңыз қатып шықпай қалады. Бізде песочный болып шығу керек, міне осылай шығу керек. Қыздар, өте жұмсақ болып тұрады, міне. Видите, 72% майды пайдаланыңыздар, қыздар. Ал енді начинкасын жасайтын боламыз. Біз мына жерде варенкамызға 2 жұмыртқамызды және де сметанамызды, менде сметана, қыздар, 20% сметана қосамыз. Үшеуін жақсылап араластырып аламыз. Міне осылай салып шықтым тестамды, қыздар. Менде 24 сантиметрлік үстіне начинкамды құятын боламын. Духовкада 170 градуста, қыздар, 40-45 минуттай ұстайтын боламыз. Дайын болды, баршамызға ас болсын. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма тіркеліп қойыңыздар, көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Жасап жеп көріңіздер, жасалу жолы өте оңай, қыздар. Баршамызға ас болсын.